Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен муравейниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ерітілген сары майға қант қосып, қаймақ қосып, жақсылап араластыратын боламыз. ұн салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Осылай екіге бөліп, мұздатқышқа жарты сағатқа қоятын боламыз. Қамырымыз осылай қатып шықты. Осылай үкіштен өткізіп, қызып тұрған 180 градуста пешке 15-20 минутқа салатын боламыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Бөлме температурасындағы сары майға вареный сгущенкамызды қосамыз. Қант салып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне осылай қызарып пісті. Осыны алып, қолымызбен осылай үгітетін боламыз. Қолымызбен немесе блендерге салып, осылай үгітетін боламыз. Осыны кремнің үстіне жайлап салып, араластырып, барлығын үгітіп, кремге салатын боламыз. Осылай жақсылап араластырып, барлығы кремге сіңу керек. Осылай жақсылап араластыратын боламыз. Дайын болған массамызды енді формаға саламыз. Менде осындай кішкентай ыдысқа салатын боламын. Осылай шоколадымызды ертіп, әдемілеп жабышатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Ұнаса лайк басып, подписка жасап кетіңіз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.